Қарыз кредиттен құтылу техникасы. Бұл сізден уақыт пен шыдамдылықты талап ететін техника. Оны жасау үшін күнделікті өзіңіздің 5 жасайтын ісіңізді жазып отыруыңыз керек. Соның ішіндегі өзіңіздің қайсысы қалайтын істеріңіз, мысалға өзімді дамыту үшін кітап оқығым келеді, спортпен айналысқым келеді, тренингтерге барғым келеді деген сияқты істердің бәріне плюс қойып оны жасап отырасыз. Ал міндеттімін, я должна деген істер болатын болса, оған минус қоясыз да, мысалға жұмысыңызда менің жұмысымды жасап берші, немесе үйіме келіп мынандай бір істі жасап берші деген істер болатын болса, ол істерге минус қоясыз да, оны жасамауға тырысасыз. Екіншіден, сізге қарыз адамдардың тізімін жазып қоюыңыз керек. Ол сізге ақшалай ма, іс бойынша ма, осы адам мен жақсылық жасадым, қайтарымы болмады деген сияқты, мен ақша бердім, ақшаны қайтармады деген адамдардың бәрінің тізімін жазып, бұл адамдар маған ешқандай да қарыз емес деп крест қойып, бұл адамдарды босатасыз. Әрине, егер сіздің қарызыңыз болса, сіз оны міндетті түрде ересек ретінде жабуыңыз керек. Ал егер үнемі қарызға кіріп кететін болсаңыз, одан шыға алмайтын болсаңыз, ол кезде сіздің мышленияңызбен жұмыс жасауыңыз керек. Ол үшін проработкаға жазылыңыз, программамен, сіздің установкаларыңызбен жұмыс жасаңыз. Төменге проработка сөзін қалдырыңыз.